Сәлем достар, бүгін біз осындай спагетти с подливкой жасайтын боламыз. Ал ендеше менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге сәбіз, картоп, пияз және ет керек болады. Бұны біз подливкасын жасайтын боламыз. Оны 4 бұрышты қылып турап алуымыз қажет. Міне осылай. Енді сковородкамызға майымызды құйып, отымызды қыздырамыз. Майымыз қызған кезде етті салып қуырамыз. Крышкасын жауып қоюымыз керек. Осылай қуырылып піскен кезде турап қойған сәбізіміз бен пиязымызды саламыз. Және томат салып араластырамыз. Томатымызды салдық. Біз енді жарты стакандай су құйып бұқтыруымыз керек. Крышкасын жабамыз. Сәбізіміз сәл жұмсарған кезде картопымызды саламыз. Тұз саламыз. Араластырамыз. Тағы да су құйып бұқтырамыз. Он 15 минуттан кейін біздің подливкамыз дайын болады. Енді спагеттимізді суға қайнатамыз. Ол үшін біз қайнап тұрған суға спагеттиларымызды саламыз. Мен осылай ортасын бір бөліп саламын. Араластырамыз. Тұз қосамыз. Спагеттиміз піскен кезде оны суын төгіп тастауымыз керек. Дұршылақтан өткізіп, сосын мұздай су құйып араластыруымыз қажет. Суды өткізіп, төгіп тастап, май құямыз да араластырамыз. Астарыңыз дәмді болсын.